Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бізде бүгін Қазақстан тарихынан кезекті сабағымыз. Бүгін біз Шағатай ұлысындағы саяси жағдайды қарастыратын боламыз. Яғни Шағатай ұлысында құрылған екі мемлекет, Моғолстан және Әмір Темір мемлекетінің тарихымен танысатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алғашқысы бізде Моғолстан болмақ. Бұл мемлекеттің өмір сүрген уақыты оқушылар ғасырмен беріледі. 14 ғасырдың ортасында құрылады және 16 ғасырдың басында құлайды екен, иә. Ал енді Шағатай ұлысындағы саяси жағдай. Жалпы Шыңғыс ханның екінші ұлы Шағатайға берілген ұлыс, яғни жерлер бұл Шығыс Түркістан аймағы, Жетісу жері және де Мауреннахр кірген екен. Сөйтіп бұл Шағатай ұлысындағы орталығы бізде Алмалық қаласы болды. Шағатай ұрпағы Кебек хан билік еткен кезде Шағатай ұлысының бірегей бір орталыққа бағынатын хандығы болды, Шағатай хандығы деген. Соны Кебек хан билік еткен тұста 1307-1326 жылдары бізде ол теңге реформасын жасап, өзінің атымен аталатын Кебек деп аталатын күміс теңгелер шығарып бастайды екен. Бұл мемлекеттегі экономикасының дамуына өз үлесін қосады. Сонымен қатар Кебек хан бізде мемлекетте басқа да реформалар жүргізеді. Басқару жүйесіне қатысты, яғни осы Кебек ханның тұсынан бастап бізде Шағатай ұлысындағы кейбір территорияларды, кішігірім аумақтарды тек қана Шыңғыс ханның ұрпақтары емес, басқа Шыңғыс ханның ұрпағы емес, түркі, моңғол ақсүйектері де басқарылатын болған екен. Оларды бізде әмірлер деп атаған екен. Кейін бірақ уақыт өте келе бізде 14 ғасырдың ортасында Шағатай хандығы толығымен екі мемлекетке бөлініп кетеді. Батыс бөлігінде әмірлердің билігі болады, тек қана әмірлер билік ететін болып қалады, ал шығыс бөлігінде билік Шыңғыс ханның ұрпағы, яғни Шағатайдың ұрпақтарына өтеді. Міне, мемлекеттің шығыс бөлігінің билігі әмірлерге емес, хан тағына Шыңғыс ханның ұрпағына берілген екен. Бұл туралы бізде Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің тарихи Рашиди еңбегіне анағұрлым толық деректер келтіріп кеткен екен. Жалпы бізде Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди атты еңбегі негізінде Моғолстан мемлекетінің тарихына арналған екен. Бірақ кейінірек осы Моғолстан мемлекеті мен Қазақ хандығының тарихы бір-біріне байланысты болғаннан кейін бізде осы Қазақ хандығының құрылуы туралы да Мұхаммед Хайдар Дулати жазып кеткен болатын. Мінекей бізде дәстүр бойынша айттық қоя, негізінде бүкіл Шыңғыс хан жаулап алған жерлерде хан болып тек қана Шыңғыс ханның ұрпағы сайлана алатын еді. Сөйтіп бізде бірақ Шағатай ұлысында негізінде Шыңғыс хан ұрпақтарына қарағанда бізде түркі моңғол ақсүйектер, яғни әмірлердің беделі көбірек болған екен. Сол кездегі Дулат тайпасының әмірі Әмір Полатшының беделі өте үлкен болған және де оның негізі күші болды хан тағына өзін отырғызуға, бірақ оның батылы жетпеді, ол қорықты. Сөйтіп ол қорыққаннан кейін билікке Шағатайдың ұрпағы 18 жасар Тоғылық Темірді отырғызады 1348 жылы. Сөйтіп ол ойлайды, мен осы Тоғылық Темір арқылы мемлекетті басқарамын деп, бірақ кейінірек бізде Тоғылық Темір оны біліп Әмір Полатшаны өлтіруге бұйрық береді екен. Мінекей, Тоғылық Темір немесе Әмір Полатшы, яғни Моғолстан мемлекетінің негізін қалаушы бізде екі адам. Біреуі хан Тоғылық Темір, екіншісі Әмір Полатшы. Әмір, бізде түркі моңғол ақсүйек ол Шыңғыс ханның ұрпағы емес. Сөйтіп бізде мінекей Шағатай ұлысының шығыс жарты бөлігінде, яғни Жетісу, Шығыс Түркістан территориясында бізде Моғолстан немесе моғолдар ұлысы деп аталатын мемлекеттің құрылғаны анық. Халқына келетін болсақ, Моғолстанның халқының құрамына көптеген түркі және түркіленген моңғол тайпалар кірді. Тарихи Рашиди еңбекте дерегі бойынша бізде міне территориясы Шыңжаң өлкесі, бұл Шығыс Түркістан территориясы, Жетісу және де қазіргі Қырғызстан аумағы кірген екен. Бұл мемлекеттің орталығы тура мынау Шағатай хандығы секілді бізде Алмалық қаласы болған екен. Қоғамдық құрылына келетін болсақ, Моғолстан мемлекетінің бас билеушісі хан деген лауазымда болды, және де ханның өзінің кеңесшілері болды, ұлысбектер деп аталатын. Ол ұлысбектер тек қана Дулат тайпасынан ғана сайланған екен. Және де ол ұлысбек деген лауазым мұрагерлік жолмен берілген екен. Кейін бізде Тоғылық Темірден кейін билікке оның мұрагері Ильяс Қожа келеді. Ильяс Қожаның тұсында бізде Мауреннахрдағы Әмір Темір бастаған әмірлер мен Моғолстан билеушілері арасында соғыс болады. Батпақ шайқасы деп аталады 1365 жылы. Ол шайқаста бізде Моғолстан, яғни Ильяс Қожа жеңіске жетіп, әмірлерге жақсы тойтарыс берген болатын. Бірақ кейін
Әмір Темір 14 ғасырдың 70-80 жылдары күшейгеннен кейін ол Моғолстан жеріне жаңа басқыншылық жорықтарын бастап, ол кездегі Моғолстанның билеушісі уже Қызыр Қожа болады. Ильяс Қожадан кейінгі билеуші Қызыр Қожа ол әлсіз болды, және де Әмір Темір күшейіп кеткеннен кейін ол Әмір Темірдің боданы екенін қабылдайды, яғни тәуелсіздігінен айырылып, толығымен Әмір Темірге бағынышты болады. Бірақ кейін Әмір Темір өзі қайтыс болғаннан кейін Әмір Темірдің ұрпақтары Әмір Темір секілді мемлекетті басқара алмайды. Сөйтіп Әмір Темір мемлекеттерінің ұрпақтарының мемлекеттері әлсіреп, керісінше Моғолстан қайтадан күшейіп, Қызыр Қожаның ұлы Мұхаммед ханның тұсында 15 ғасырдың басында жағдай біршама жақсарып, оқушылар Әмір Темір мемлекетінен бостандық, яғни тәуелсіздік алады, азат етіледі екен, Мұхаммед хан тұсында. Бірақ ол кездері мынау Моғолстанның шығыс бөлігінде бізде ойраттар жиі шабуыл жасап отырған екен. Ойраттар деген соғысшылар, мынау Үгедей ұлысы бар еді ғой. Батыс Моңғолия, шығыс Қазақстан жерінде құрылған. Мынау Үгедей ұрпақтарының әлсіреуіне байланысты моңғолдардың басқа да тайпасы бар, Чорос деген. Сол Чорос деген тайпалардың билікті басып алуымен байланысты құрылған хандық, кішігірім ойраттар тайпалық одағы, хандық емес, тайпалар одағы. Үгедей ұрпақтары әлсірегеннен кейін моңғол тектес тайпа, яғни моңғол тектес тайпа тура моңғолдар сияқты, Шыңғыс хан ұрпақтары сияқты, бірақ Шыңғыс ханның ұрпақтары емес. Жалпы Моғолстанның билігіне 15 ғасырдың 30 жылдары бізде билікке Есенбұға келеді. Есенбұғаның тұсында бізде қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан бөлініп, осы Есенбұғаның территориясындағы Шу мен Талас өңірлерін алып алған болатын Есенбұғаның тұсында. Жалпы бізде 16 ғасырдың басында моңғол билеушілері әлсіреп, қазақ хандарының сұлтандары, хандары күшейгеніне байланысты, және де Шайбани ұрпақтарының күшеюіне байланысты қазақтар мен осы өзбектердің қысымымен моғолдар шығыс Түркістанға ығысып, Моғолстан мемлекеті 16 ғасырдың басында өмір сүруін тоқтатады екен. Сөйтіп Моғолстанның орнына жаңа мемлекет, Қашқари деп аталатын мемлекет құрылады екен. Және де Моғолстанның құлауының тағы бір себептерінің бірі бұл сол Шағатай әулетіндегі өзара қырқыстар, және де Әмір Темірмен болған соғыстар мен ойрат шапқыншылықтары екен. Жалпы Орталық Азия тарихында бізде Моғолстан өте маңызды рөл атқарады. Қазақтың ұлы жүзін құраған жетісу тайпалары осы Моғолстан құрамында өмір сүрген. Кейін бірақ қазақ хандары Моғолстан территориясын, яғни Жетісуды басып алғаннан кейін бізде Дешті Қыпшақ және Жетісу тайпалары өзара қосылып, кейінірек Қазақстан мен Қырғызстанның қалыптасуына жағдай жасаған болатын бұл мемлекет. Мінекей мынау картада Моғолстан мемлекетінің территориясы, қарап отырсаңыздар, Жетісу территориясы. Бас көршілестері бұл Әмір Темір мемлекеті болды. Орталығы бізде Алмалық қаласы болған екен. Шығысында ойраттар, солтүстігінде Ақ Орда мемлекеті болды, түйіскен. Келесі бізде Әмір Темір мемлекеті. Бұл мемлекетте бізде Тоғжа Шағатай ұлысында қалыптасады. Өмір сүрген уақыты Моғолстанмен бірдей. 14 ғасырдың ортасы және де 16 ғасырдың басы. 14 ғасырдың 40 жылдары айттық, Шағатай ұлысы дербес екі мемлекетке бөлінеді. Батыс және шығыс. Батыс бұл Мауреннахр жеріндегі әмірлер билігі, шығыс бұл Жетісу жеріндегі Моғолстан мемлекеті. Сөйтіп, негізінде 1340 жылдары әмірлер билік етіп, сол әмірлердің арасында Темірлан деген атты Барлас руынан шыққан әмір барлығынан күшті шығып, 1370 жылы бір орталыққа, яғни бір өзіне бағынатын мемлекет негізін қалайды. Әмір Темір мемлекеті деп аталатын. Ал негізі өзінің карьерасын 14 ғасырдың 60 жылдары Барлас деген тайпаның билігін орнатудан бастаған екен өзінің карьерасын. Жарағат ауылының есебінен соғыс барысында оның оң аяғы сол аяғынан қысқа болып, ол Асқақ Темір атанған екен. Оны еуропалықтар Темірлан деп атаған. Жалпы есімі Темірлан негізінде. Әмір оның аты емес, әмір оның атағы, лауазымы. Мемлекет билеушісіне айналған Темір, оның есімі Темір немесе Темірлан әмір атағын алады, және де оның басты ұраны әділдік және күш болған.
Оның территориясы оқушылар бізде Мауреннахр болды, және де бұл территорияда Мауреннахр жерінде, яғни Сырдария мен Амудария өзендерінің аралығында Әмір Темір ұрпақтары 16 ғасырдың басына дейін билік құрады екен. Пока мына жерде солтүстіктен Шайбан, яғни өзбектер жаулап алғанға дейін. Мемлекеттің саяси жүйесіне келетін болсақ, билік басында Әмір Темір өзінің жақын достары мен туысқандарын қоятын болған. Діни сенімі жағынан ол ислам дінін қолдаған болатын, және де оның көптеген жорықтардағы жеңіске жетуінің себебін Әмір Темір Моңғол империясының дәстүрін жалғастырғаным үшін деп есептеген екен. Яғни оның мемлекетінде Шыңғыс ханның мемлекетіндегідей моңғолдай тәртіп болған екен, дисциплина дейді ғой. Жалпы мемлекет басына келгеннен кейін 1370 жылы сразу ол не істейді? Әскери ұрыс қимылдарын бастайды. Ол Ертістен Делиге дейін және де Рязань жерлерінен Жерорта теңізіне дейін көптеген жерлерге шапқыншылық жорықтарын бастап, ал бірақ негізгі территориясы бұл Каспий маңы, Иран мен Ауғанстан ғана жері болған екен. Ал мынау Ертістен Дели, Рязань жерлерінен Жерорта теңізіне дейін дегеніміз бұл шапқыншылық, тонаушылық сипатта болған жорықтар екен. Міне Моғолстанға, Ақ Ордаға, Алтын Орда, Сирия, Үндістанға оның жорықтары шапқыншылық сипатында өткен болатын. Алтын Ордаға ол 3 жорық жасаған болатын. Ең соңғы 95 жылы жасаған жорықтың нәтижесінде Ақ Орда толығымен күйреп, қалпына келе алмайтындай болып қалды. Оның тонаушылық жорықтары Моғолстан мен Ақ Орда мемлекетінің құлауына алып келді. Сонымен қатар Әмір Темір бізде сол кездегі алып империя, Осман империясымен соғысып, Баязид сұлтанды жеңіп соғыста оны тұтқынға алып, оны өлтірген болатын 1402 жылы. Кейін 1405 жылы Қытайға жорық барысында ол қаза табады, ауырып, оның соңында алып империя қалады. Енді Әмір Темірдің ұрпақтары Әмір Темір секілді билікті басқара алмайды, билеу үшін талас басталып, мемлекет жеке дербес билеушілерге бөлініп кетеді екен. 15 ғасырдың соңында Әмір Темір ұрпақтары басқарған мемлекеттің ішкі жағдайы тіпті нашарлай түседі, және де бытыраңқылық пайда болады. Сондай әлсіреп кеткен мемлекетті пайдаланған Шайбан ұрпақтары өзбектер Әмір Темір мемлекетін 16 ғасырдың басында Мауреннахр жерін толығымен жаулап алады екен оқушылар. Мынау картада оқушылар, мінекей, мына жерде Ертіске дейін жасаған жорығы, яғни Ақ Ордаға жасаған жорығы, мына жерде Делиге дейін жасаған жорығында бұл Үндістан территориясына дейін жасаған жорығы, Рязань жерлері дегеніміз ол орыстардың, Алтын Орда мемлекетінің территориясына дейін жасаған жері, ал Қара теңіз дегеніміз бұл Осман империясына дейін, яғни Баязид сұлтанға қарсы тұрған жорықтарын айтып отырмыз. Ал өзінің территориясы бұл Каспий маңы, Иран жері және де Мауреннахрды құраған екен. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымызды мынандай керемет Марк Твеннің сөзімен аяқтағым келіп отыр. 20 жылдан кейін сіз оқушылар жасаған нәрселеріңізге емес, жасамаған нәрселеріңізге көбірек өкінесіздер. Сондықтан да қазіргі уақытта бір жасай алмаған дүниелеріңіз болса, жасағым келіп жүр деген нәрселеріңіз болса, барлығын көп созбай бастаңыздар. Әйтпесе кейін босқа өкініп қаласыздар. Ал ендеше оқушылар, келесі сабақ кездескенше сау болыңыздар.